Ассалаумағалейкум достар, баршаңызға. Мен әуелгі стористерінде осы ағылшын тілінің грамматикасын 5 минутта түсіндіру туралы айтқан болатынмын. Бұйырса соны көрейік. Алла берекесін берсін. Ағылшын тілінің грамматикасын қысқаша айтатын боламыз. Алдымен жалпы ағылшын тілін үйрену процесі туралы қысқаша айтып кетейін. Мысалы, әр адамның өзінің бір целі бар, себебі бар, ағылшынды үйренуге, яғни ішкі себебі бар да. Өзінен басталады. Бірақ тұрған су сасиды дейді, яғни қозғалу керек адам. Ama сосын ағылшын үйрену процесінде жалпы алғашқы қадамдардың бірі ол сөздер жаттау. Сөздік қорды кеңейтуді өте маңызды. Керекті көп қолданыстағы сөздерді жаттап алу. Одан кейін бізде сөздерден біз сөйлемдер пайда болады. Яғни ойымызды жеткіземіз. Кімге жеткіземіз? Адамдарға. Яғни бізде адамдар арқылы бізде сұхбат пайда болады. Осы сұхбаттың нәтижесінде біз үйренеміз. Сұхбатымыз жақсы болу үшін, бәрі дұрыс болу үшін басында қателіктер болады. Бірден грамматиканы үйреніп, бәрін бірден өзгеріп кету өте қиын нәрсе да. Осы сөздерден жақсы сөйлемдер шығару үшін бізге грамматика керек. Бірақ басында грамматиканың бәрін үйреніп алғанның пайдасы нашар, себебі аз-аздан үйрену керек грамматиканы. Көбінесе басында сөздерге тоқталып, сөйлемдер. Главное осы айналу керек бізде. Бірақ осы видеода қысқаша грамматиканы таныстырып өтем, чтобы сізде түсінік болу үшін, общий картинаны көру үшін деген сияқты. Сөйлемдер грамматика дедік қой. Грамматикасыз дұрыс сөйлем, көркем сөйлем құрау мүмкін емес. Сөйлемдер жалпы болымды, болымсыз, сұрақты лепті деп айтсақ болады. Ең негізгісі болым сөйлем, оның ішінде олар жай деп қарастырсақ болады, күрделі деп қарастырсақ болады. Жай сөйлемге мысал ретінде айтатын болсақ, I go to school да. Осы сөйлемді қазір талдап көрейік бізде. Бастауыш, баяндауыш бар. Және толықтырып тұр. Бізде бастауыш, ағылшынша бастауыш. Subject деп айтады. Зат есім мысалы. Баяндауышымыз бізде баяндап тұр сөйлемді. Яғни ол бізде verb, етістік. Осы екі негізгі нәрсені үйреніп алу керек. Жалпы сөйлем болу үшін осы екеуі болу қажет. Және тағы да бір маңызды бөлшек бұл to school. Ол бізде толықтауыш десек болады ма? Қалай? Толықтауыш па, анықтауыш па? Толықтырып тұр да ойды. To school and object. Яғни object дегеніміз мысалы баратын жер, жейтін нәрсе, істейтін іс деген сияқты да. Бір мақсат. Түсінікті ғой жалпы сөйлемнің құрамы қалай екен. Енді ары қарай кететін болсақ, бізде зат есім ол қатты өзгермейді. Уақытқа байланысты жалпы. Оңай да бұны меңгеру. Ең күрделісі бұл жерде не? Етістік. Етістікпен жақсы жұмыс жасай алсақ, біз грамматикамыз жақсы деген сөз. Ал бұл етістік жағдайға байланысты өзгереді. Яғни verb. Бұл бізде жаққа байланысты өзгереді. Сосын шаққа байланысты өзгереді. Жаққа байланысты білеміз. Бірінші, екінші, үшінші жақ. Жекеше және көпше. Мысалы жекешеде I болады. Бірінші жақ. Көпшеде we, яғни біз деген. Мен деген де. Біз. Ал жекешеде екінші жақ сіз, сен болса, ағылшынша you. Көпшеде де ол өзгермейді. Ал үшінші жақта ол, ана, ит деп өзгереді. Көпше болса they болады. Олар деген. Түсінікті. Енді осыларда етіс қалай өзгереді, соны айтып кетейін. Мысалы, мына біз I go дедік те. Осы go-ды әрқайсы жаққа қойып шықсақ, тексеруге болады. Мысалы, тек мына жерде ғана өзгереді go. Қалған жерде go болып қалады. Ал мысалы, ол сабаққа барады десек, he goes to school. Яғни бізде бұл жерде жаққа байланысты өзгеріп тұр. Түсінікті ғой, да? Ол бір мысал. Екінші мәселе бізде шаққа байланысты. Ол өзіміз білетін өмірімізді, жалпы уақытымызды осы өткен,
келер шақ деп алуға болады да. Енді осы шақта жалпы осы шақ деп айтуға болады, дұрыс па? Жалпы мысалы оның жалпы осы шақтың ішіне болсын өткен келер шағында кіріп кетуі мүмкін. Өткен шағында жалпы мысалы мен адаммын десем, мен Арылбекпін десем, ол жалпы да, жалпы осы шақ. Сосын дәл сол сияқты мысалы I go to school болса go да, I go to school жалпы мен сабаққа барамын. Өткен шақ мысалы мен алдыңғы жылы сабаққа бардым десем, жалпы өтіп кеткен нәрсені айтсам, жалпы ол бізде жалпы өткен шақ. Ол went болып өзгереді. Went. Яғни бізде немесе етістіктің екінші формасы дейді. Go деген етістіктің екінші формасы. Немесе өткен шақтағы формасы. Үшіншісі бізде, үшіншісі деп айтсам, оны кейін айтам. Қазір осы екеуін жақсылап меңгеріп алайық. Жалпы осы шақ, жалпы өткен шақ. Енді бізде жалпы келер шақ бар. Келер шақтың бір ключевой сөзі бар, will деген. Түсінікті ғой да? Етістік қалай өзгеріп тұр осы жалпы шақта. Енді жалпыдан бөлек бізде нақтырақ кете беретін болсақ, дәл деген сөз, дәл осы шақ бар. Яғни болып жатқан деп айтсақ, ағылшынша бұны continuous дейді, жалғасқан немесе болып жатқан. Мысалы дәл қазір мен бара жатырмын десем, I am жалғанады, going деп жалғанады. Енді осыны өткен шаққа аударатын болсақ, мен кеше осы уақытта дәл бара жатырдым деп бір уақытты меңзейтін болсақ, кешегі процесті сипаттайтын болсақ, I was going болады. Түсінікті ме? Яғни бізде am деген was болып өзгеріп кетті. Мысалы, сол сияқты келер шақта біз осы уақытта мен бара жатамын деп айтатын болсақ, I will be деп өзгереді. Түсінікті ме? Осы негізгісі неше түрі бар екен? 1, 2, 3, 4, 5, 6 да? Қазір оны былай түсіндіруге де болады. Мысалы, мына уақыт кеңістігі деп алатын болсақ, барлығын, мысалы, барлығын осы шақ деп алатын болсақ, соның ішінде, мысалы, өтіп кеткенді өткен шақ. Сосын келердің, ертең немесе 1 сағаттан кейін келер шақты. Ал дәл қазір болып жатқан зат, кеше бір уақытта болып жатқан нәрсе, келешекте болатын бір нәрсе да. Болатын нәрсе, болып жатқан нәрсе, болған нәрсе. Ал осы 6 уақытты қарастырдық. Енді тағы да 6 бар. Ол бір істің жаңа біткеніне, яғни жалғасып жатқанына байланысты. Мысалы біз егер былай айтатын болсақ, мен әлі сабақ оқып отырмын дейтін болсақ, ол жерде етістігіміз өзгеріп кетті. Тіпті қазақ тілінде де етістік өзгеріп кетті, дұрыс па? Соны қалай жеткіземіз? Яғни бұны жалғасқан, яғни болып жатқан, қазір болып жатқан, бірақ әлі болып жатқан деп айтсақ болады. Болып жатқан ғой. Бізде тағы бір түрі бар. Әлі болып жатқан. Оны бізде ағылшынша present perfect continuous деп айтады. Яғни әлі бітпеген, әлі болып жатқан. Мысалы, бұл қалай өзгереді бізде? Осы шақта simple деген осы шақта бізде болады. I have been going болып өзгереді. To school, да? Түсінікті ме? I have been going. Мен сабаққа әлі бара жатырмын. Келер шақта, өткен шақта қарастырайық. Бізде өткен шақта I өзгермейді, subject. I have been қалай өзгереді? I had, мынаның екінші формасы қоямыз. I had been, тек бір сөз өзгереді екен болды. Ал келер шақта бізде will деген сөз бар дедік қой. I will have been. Ағылшын негізі оңай ол. Тек осыны бір қиындықтан өтіп алсаң, ары қарай қызық адамға. Енді бізде әлі болып жатқан, әлі болып жатқан шақты қарастырдық қой.
ал бізде сонымен қатар мысалы сіз манадан бір сабақ оқып жатсыз, вот бітірдіңіз сабақ оқып, мен сабақ оқып бітірдім, я болмаса мен кетіп қалдым десеңіз, бұл жерде де етістік өзгеріп тұр, дұрыс па? Бұл соңғы түрі біткен десек, әлі болып жатқан, болуын тоқтатқан дегенсің мысалы. Болуын тоқтатқан шақты. Яғни present perfect tense деп айтады. Яғни болды, бітті деген ғой, perfect. Оны бізде қалай айтады? Мысалы, мен кетіп қалдым. Going деген кетіп қалу. Мен кетіп бара жатырмын деген сөз ғой мына жерде. Кетіп қалдым десеңіз, жаңа ғана I have gone болып өзгереді. Gone деген етістіктің үшінші формасы. Кейбір етістіктердің формалы етістіктер бар, өзінің листі бар. Ол жерде листте былай. Етістіктің әуелгі формасы, мысалы, go, да? Екінші формасы, мысалы, went. Үшінші формасы gone. Осы үшінші формасы осы present perfect'те қолданады көбінесе. Егер кейбір етістіктердің осында формада жоқ болуы мүмкін, листте, да, списокте. Оларға не істейміз? Олардың екінші және үшінші формасына орнына біз артына ed жалғаймыз. Мысалы, саяхаттау. Саяхаттау списокте жоқ, сондықтан біз не істейміз? I have, мысалы, мен саяхаттап кеттім. I have traveled. Саяхаттап болдым. Бізде ed жалғанамыз, түсінікті ме? Енді жалғастырайын, болуын тоқтатқан. Яғни present perfect'тің осы шақтағы түрі I have gone to school дедік қой. Ал келесі шақта қалай болады? Will қосамыз тек. I will have gone to school. Мысалы келтіріп қалай айтсақ болады. Мен сен келгенше сабаққа кетіп қаламын деп. Өш кетіп қаламын сен келген кезде деп. Сол жерде қолдансақ болады, сол ойды. Немесе өткен шақта ол келген кезде мен кетіп қалдым деп айтсақ болады. I had gone. Мысалы, ол келген кезде мен кетіп қалдым. Бітті, яғни болуын тоқтатқан. Жалпы осы етістіктің шақтары, кешірім сұраймын, 5 минутта сыйғызам деп ойлап едім. Бұдан сығуға болады жалпы. Бірақ қысқаша осы, бұны жаттап алу міндет емес. Жалпы шолып өттім. Жалпы грамматика деген қысқаша осы деп ойлаймын. Алла үйренуіңізге, түсінуіңізге жеңілдік берсін, береке берсін. Ағылшын тілінің өз басым пайдасы көп. Айтады бір тіл бір адам дейді, реально бұл. Бір көп көмектеседі, үлкен құрал. Бұл тек қана сонымен қатар тек қана құралдан бөлек, бұл андай ментальный құрал да. Ойлауыңызды дамытады, басқаша ойлай бастайсыз. Ойыңызды басқаша жеткізуге болады, басқа да бір мүмкіндіктер пайда болады. Алланың жаңағыдай нығметі шексіз ғой, соны іздеуіміз қажет, соны ағылшын тілін үйрену арқылы да, соны Алланың берген нығметтеріне қол жеткіземіз деген үміттемін.